Bir tanış yerге баршы болсын. Шу болып кетті. Иә, амансың ба? Жаңа сен сұрап жатсың да. Неғып сендер айқайлап айтасыңдар дейсің. Ол біз шақырып жатырық. Шақырып жатқаннан бұрын ол ескертіп жатыр да. Ол қалаған адам барады, қаламаса бармайды, ешкімді заставлять етіп отқан жоқ нәрсе ғой. Ол азан шақырған кезде сөйтіп айтатын нәрсе. Мен сендерді заставить етіп жатырмын ба деген әңгіме ғой бұл жерде. Мен заставить етіп жатырмын ба деген әңгіме ғой. Жоқ, ол біз ескертіп жатырық и шақырып жатырық. Шақырып жатсың. Ертең былай ғой. Шақырмай өз сенімдеріңді өздеріңде ұстап жүре берсеңдер не болмай ма не? Жоқ, ол бізде айтып қойған ғой, ертең Құдайдың алдына барамыз ғой. Сол кезде айтарға сөз таппай қалған кезде көп адам бүйтіп айтады екен. Неғып мені ескертпедің онда, маған неғып айтпадың деп айтады екен. Сен маған айтпай, ескертпей, сен мені жазалай алмайсың деп айтады екен көп адам. Оны жазаламау керек қой, Құранның өзінде айтылған ғой. Пайғамбар жібермей, ескертпей біз ешкімді жазаламаймыз деп. Иә. Енді ол ескертілмеген адамдардың не күнәсі бар? Оларға онда ескертпедің десе, олар айтпай ма? Жарайды, онда мен сені ескертпеппін ғой, онда Құдай біліп тұрған шығар оның ескертілмей қалғанын. Енді ескертіп тұр ғой ол. Біз азан ескерту арқылы. Сен білесің бе, ескерту арқылы біреулерді қораға тығып жатқаныңды? Қалай ол қораға қалай тығып жатыр? Себебі оған ешқандай хабар жетпесе, ол сұралмай азапталмайтын еді, ал сен оған хабар жеткізіп, оны қораға тығып жатсың да, сұралатын азапталатын. Сен азанды естіп тұрып, маған хабар жетпеді деп айтасың ба сонда? Хабар жетпеді деп айтса болады ғой, мысалы, мен арабша білмейтін шығар, қайдан білесің? Бірақ сен біліп тұрсың ғой арабшаны. Жоқ, білмейтін де бар ғой, мысалы, білмейтін адам естіп тұрып қалай айтады хабар жетті деп. Білмейтін адам болса, егерде шынында білмейтін адам болса, ол басқа әңгіме. Ол расында да мынауың білмейді екен деген әңгіме болады ол жақта. Енді сен көрдің ғой, өзің білімді апарып соған тығып, түсіндіріп, оны қораға тығып жатсың да, тыныш жүрсейші. Біліп тұрған адам ше? Қалай біліп тұрған адам? Біліп тұрып, мойындамай тұрған адам қалай болады? Біліп тұрып, мойындамай тұрған адам, ол өзі жауап береді ол. Иә. Бірақ сен сұрағың жаңа сол еді ғой, азанда. Ол сұрақтың мәні былай ғой, ол маған айтады да, сен неге Құдай жоқ деп айтып отырсың, бұл деген басқаларға кір келтіру ғой дейді. Сендер бір айғайлаған кезде кір келтіру болмайды екен де, біз бірдеңе айтсақ кір келтіру болып қалады екен де. Сондай двойной стандарт жасама деп жатыр маған. Ол айтқысы келгені былай ғой. Мына жерде Құдай жоқ екенін бәріне дәлелдеп, өзің, например, сен шақырып отырсың ғой, Құдай жоқ екенін дәлелдеп отырсың ғой бәріне, бұл жақта. Жоқ екенін дәлелдеп жатқан жоқпын, мен айтып отырмын ғой, мен сендерге ештеңе дәлелдемеймін, мен сендерге просто пікірді жеткізіп отырмын. Өз пікіріңді айтып отырсың, дұрыс па? Мен сендерге альтернативный, басқа да көзқарасты жеткізуші адаммын. Иә. Сен сонда Құдай жоқ деп ойлайсың, иә? Иә. Не үшін жоқ деп ойлайсың? Бар дегендерге сенбеймін, просто бар дегендерге сенбеймін, бар дегендердің әңгімелеріне қараймын да, ешқандай қисын ештеңе жоқ екенін түсінесің. Сен, например, мен де қосыламын кейбір пікіріңе ше, мен де алдын сөйтіп ойлайтын тұғын. Адамдардың сен айтқанына сенгім келмейтін тұғын. Кім қандай Құдай бар деп, қалай істеп жүрсе де мен ондай емес екенін білетін тұғын. Сөйттім де өзім зерттеп көрдім. Патшудың әңгімесі емес ол. Жоқ, мен өзім зерттеп көрдім, зерттеп көргеннен кейін, өзім лично зерттеп көргеннен кейін. Көзім жетті соған Құдай бар екенін. Не зерттедің, айтшы? Мен төрт жіберген кітапты оқып көрдім, бірінші кітап ретінде оқып көрдім. Сен неге төртеуімен шектелесің, сен Абрамдықтан басқа дін жоқ па не? Жоқ, например, 4 религия болса, буддизм, иудаизм, жаңағы христианство и ислам. Төрттің ғой негізінде основной. Қалғандарын бәрі шайып кеткен ағымдар ғой енді. Боласың ба шайып кеткен деп сен біреудің дініне тіл тигізбесей? Бұл мен жеке пікірім енді. Болады екен ғой, жеке пікір айтуға. Молодец. Енді мен болмайды деген жоқпын саған. Мен сен солай болса, онда алдағы уақытта шығып қалады ау деп ойлап жатырмын да. Жоқ, дискуссия бұл. Мен жай сөйлесуге кірдім, мен сен спорласып, ойбай Құдай бар деп.
мен сені андай доказать етем деп үйткен жоқпын. Просто екеуміз пікірлесіп көрейік деп жатырмын. Сенің өзің басқа құдайларды неге қарамадың деймін да. Мысалы басқа діндерді неге санымен өлшейсіңдер ме сонда? жоқ, мен түсінгенім бойынша бір құдай екен ғой. Бір құдай жіберген ғой, жаңа еврейлерге жібере берген ғой, жаңа кітапты да бәрінше. Абрам көп құдайлық барларды неге қарамайсың? Мүмкін ақиқат сол жақта шығар. Енді қара бауырым. Көп құдай болса, құдайлар бір-бірімен соғысып кететін еді ғой. Дұрыс па? Соғыспайды, келіседі ғой. Неғып соғыспайды? Әркім өзін алып кету керек еді ғой. Әркімнің өзінің несі бар ғой, жұмысы бар ғой. Қара, ол біз адамбыз да, біз бір-бірімізбен келісе алмаймыз. Құдайлар тем более болады ғой, білесің ба? Құдайлар сенен мықтырақ, олар жолын табады ғой. Жоқ, көп құдайдың болғаны не пайда, например, қандай пайда оларда? Қалай ойлайсың? Саған пайда келу керек па бізден? Жоқ, андай мағынасы неде деп жатқаның ғой. Мағына мән іздемей ғайыпқа сенсей болды не аласың ғой. Мен ғайыпқа сеніп тұрмын ғой, жалғыз құдай бар екеніне. Көп құдайда ғайып қой, неге оған сенбейсің? Көп құдайдың қандай қасиетін көрдім мен, көп құдай бар екенін түсінетін. Оқысаң, ізденсең түсінесің ғой. Оқыдым, іздендім, мен содан таппай қойдым ғой, көп құдайлар бар деп. Адамдар ғана айтқанда. Төрт кітапты қарадым дедім. Иә, көп құдайлар бар деп айтылмаған ешқайсысында. Бір ғана құдай бар деп айтқан. Бір құдайлықтан шықпаған бәлесің ғой, қарамайсың ба? Бір құдайлықтан қалай шықпайды? Сен құдайлық деген не, бір құдайлық деген не екенін де білмейсің ғой сен өзің, например, оған талқылау үшін. Білу керек па не оны? Конечно, оны түсіну керек, не только білу керек емес, түсіне білу керек. Сонымен енді басқа діндерде сен қарамай жатып оларда ақиқат жоқ деген шешімге келдің. Мен қара көрдім деп жатқанмын ғой. Ол бұтқа табынған, тасқа табынған. Вот, например, тасқа табынып жатқан адамдар бар. Ол тас бар емес пе? Өз-өзіне өзі көмектесе алмайды. Алу керек па? Жоқ, ол қалай көмектеседі ол саған, например, өз-өзіне өзі көмектесе алмай жатқан нәрсе. Осы сұрағыңды сен құдайыңа қатысты қойып көрсей? Иә, мен ол жай ғана құдай бар екен деп сене саған жоқпын, мен ол жалғыз құдайды қабылдап, оған бет бұрып, онымен қарым-қатынас ұстап, одан нәтиже алған соң барып сендім ғой мен. Ол әшейін келмейді ғой. Қарым-қатынас тапсадың ба еще мәссаған. Иә, ол сен оған не қарым-қатынас ұстадыңдар? Сен оған, например, сырыңды жайып, керегіңді сұрайсың. Сен оған неғып сырыңды айтып жүрсің, ол сенің сырыңды да керегіңді де бәрін біледі емес пе уже? Жоқ, енді сен сөйлесесің ғой онымен. Ол, например, сенмен отырғандай сөзбен сөйлеспеймін, мен жүрекпен сөйлесем да, үндемей отырып іштей сөйлесем. Жүрекпен де сен сөйлесіп оны мәжбүр қылып қойдың ғой сенің айтқаныңа. Мәжбүр емес, мен өзім қалауыммен өзім босатып аламын деп. Ол мені перебивать етпейді да сен сияқты, ол тыңдап алады. Жоқ, қарашы, сен құдайың бәрін білетін болса, ол сен оған мұқтаждықтарыңды айтқаныңа мұқтаж ба? Жоқ, ол мен мұқтажым. Онда сен айтпай-ақ шеше бермей ме ол бәрін? Айтпай-ақ шешеді, бірақ мен өзім сұрамасам, ол қалай шешеді ол менен сұрамасам? Сұрамасаң да білмей ме ол саған керек екенін? Біледі ғой, бірақ мен бірінші мойындап, алдына сұрап бару керекпін ғой. Ол әлемнің бәрі соның мүлкі емес па? Мен бір нәрсе алу үшін рұқсат сұрап алу керек қой. Қалағанша құдайың сондай жата берейін деген понятие жоқ қой. Құдайың сондай тәкаппар ма не? Тәкаппар емес, наоборот, ол сенің құдайың мен емес па? Соны мойындайсың ба, мойындамайсың ба? Мені көрмей мойындайсың ба, мойындай алмайсың ба деген әңгіме ғой. Сенің құдайың мынандай бай сияқты да. Бір ауыл бар да, бір ауылдың бір байы бар, сол ауылдың бүкіл мүлкі соған тиесілі да. Ана жақта адамдар аштан өліп жатыр да, бірақ құдайда бүкіл жаңағы мал, мүлік, тамақ бәрі бар. Бірақ жаңағы құдай келіп табанын сүйіп кетпегендерге не бермейді да, мал мүлікші. Ана жерде адамдар өліп жатыр негізі алдында, ана жерде күйде жанындағы адамдар қырылып жатыр. Бірақ оның қырылып жатқанын біліп тұр, көріп тұр. Бірақ оны бермейді да, неге десе, олар мені мойындап кеп мен табанынан сүйсін, сол кезде ғана тамақ берем дейді да. Сен құдайың осында бауырым, ол сен құдайдың табанын барып сүймейсің ғой, сен же құдайға
айтқан кезде ол саған жын емес қой, сен андай любой желанияңды орындап беретін жын емес қой. Сенің айтқан, сен, например, ол ше, сенің айтқанын өзі біліп істейтін болса, ол как будто андай сенің личный жының сияқты болып қалады ғой, андай любой нәрсе. Ғажайыбы сода болмай ма оның бәрін біліп тұрып, соны сен сен мойындаған. арасында алдына барып оның құдай екенін мойындап, дұрыс, барып табанын сүйесің, сосын ғана саған береді ол жейтін нәрсе. керек болса сүйем табанын. Неғып мен жаратқан құдайдың табанын сүймейді екен. Осындай дүниені қиялыңнан шығарып алып, еще әділетті бірдеңе дейсің. Жоқ, қиялым емес, мен өзім ойымды талқылап бере алып жатырмын. А сен андай оған қарама қарсы білдіріп жатсың, түсінгің келмей өзіңкін айтып жатсың. Сенің айтып отқан дүниеңдегі логика жоқ екенін айтып жатырмын ғой. Логика бар ғой, и вот именно. Ол өзі біліп істейтін болса, оған как будто мен құдай болып қаламын, түсіндің ба? Ол емес. Наоборот, сен білмей қаласың өзіңнің, сен наоборот таудан арман қатты табынасың. Менің не қалайтынымды менен бұрын біліп, менен сұратпай беріп атқан деп, одан арман жалайсың аяғын. Шынымды айтсам ше, бауырым, оған ше біздің бүйтіп тоңқайып алып басымызды жерге ұрғаны керек те емес екен, негізі бүйтіп түсінгенім бойынша. Менің түсінгенімше керек. Жоқ, ондай керек емес екен. Ол керек емес болса, сендердің өйтіп жасағандардың ешқайсысы мен алдыма жетпейді деп қойған. Қара, Мегатрон, мен біреуге айтам да, короче, сен бүгін 10 отжимания жасайсың деймін да. 10 отжимания жасауды саған парыз еттім деймін. Бүйтіп қарап жүрем. Ана 10 отжимания жасамай жатыр да. Сосын мен келемді айтам, 10 отжимания жаса қазір. Кешке жақын 10 отжимания жасамайтын болсаң, мен сен басыңды кезіп, аяқтарыңды шауып азаптаймын деймін. Анау бәрібір жасамай жүре береді да. Сосын мен күні бойы соның айналасынан шықпай, артынан қалмай, анаған келіп айта беремін да, жасасай 10 отжимания немен жасамайсың деймін. Сөйтіп соңына, өмірдің соңына, күннің соңына дейін ананың соңына түсіп алып, артына қайта айтып, қорқытып, сөйтіп мазасын алып қоямын да. Бірақ басқаларға не болды десе айтамын, маған керек емес бұның отжимания жасаған деп. Неге өйтіп жатсың десе, просто маған керек емес бұның маған отжимания жасаған, мен оған мұқтаж емеспін деймін да. Қуасың ба? Жоқ, ондай емес екен мен танитын құдай. Мен вообще, ол мен намаз оқымасаң мен сені азаптайын деп айтпаған екен. Не үшін азаптайды екен ол? Ол бар емес па? Мен шектен тыс кетсем азаптайды. Біреудің ақысына кіріп, біреуді қорлап, біреуді зорлап, зорлық зомбылық көрсетіп, ұрлап, жаңада бір өмірге жағы келтіретін болсам, өмірдегі адамдарға мынандай хадистер өтірік па? Онда мынандай хадистер өтірік па? Намаз оқымаған, әр қаза болған намазға 80 жыл тозақ деген өтірік па не ол хадистер? Шынымды айтсам өтіріктеу, өйткені мен түсіндіріп бере аламын оны. Біздің пайғамбарымыз айтып кеткен, мен қанша пайғамбар болсам да, мен тозаққа 100% кірем деп мен сендерге гарантия бере алмаймын деген. Қой құрсын. Жаннатқа кірем деп 100% кірем деп мен сендерге, мен тек қана құдайымның әміріне ғана, құдайымның қалауына ғана не дейді андай, надеждам бар дейді, үміт етемін дейді. Ол сонда Мегатрон, сонда пайғамбарың өзінің тозаққа кіретін, жаннатқа кіретініне сенімді болмай тұрып, басқаларға уәде беріп тастаған ба жаннатты? Иә, ол құдайдың өзі берген ғой, біреулерге өзі арқылы, осыған жаннат болады. Онда Абу Бакрлар пайғамбарыңнан жоғары тұрады ғой. Кім? Абу Бакрлар пайғамбарыңнан жоғары ғой онда. Жоғары тұрамайды. Енді қара, пайғамбарыңның өзі жаннат тозаққа кететінін білмейді, Абу Бакр жаннатқа екенін біледі. Кім жоғары? Құранда пайғамбарымызға сен 100% жаннатқа кіресің деп айтылған сөз жоқ. Пайғамбарлардың бәрі жаннаттық емес па не? Негізі жаннаттық. Алланың ең сүйікті құлы дейсіңдер да, оған айтпаған, какой-то бір 10 сахабаға айтып тастаған да, уәде беріп. Енді түсініп ал, бар. Қара, любой момент адасып қалуы мүмкін ше, пайғамбар. Адасып қалуы мүмкін. Вот сол кезде тозаққа кетіп қалуы мүмкін. Ол өмірдің ақырына шейін тек қана Құдайдың айтқанын ғана істеп, адасып қалмайыншы деп сөйтіп өткен адам негізінде. Жаннаттық болсын, жаннаттық болады. Онда ол пайғамбар адасып кетуі мүмкін, сахабалар адаспай ма? Сахабалар өзінің тірлігімен дәлелдеген соң, осы істеген тірлігіңе жаннатқа 100% кіресің деп уже сүйіншілеп болған да просто. Пайғамбар сен білмейсің ба, сенім деген не ол, білесің ба сен, сенім деген? Не ол сенім деген? Пайғамбарлардан жоғары екен онда сахабалар.
мен саған айтамын, пайғамбардан жоғары адамдар қандай болған екен. Например, Муса алейхиссалам кезінде Құдаймен сөйлесетін қабілеті болған. Құдайдан сұраған, вот мен қанша пайғамбар болып келе жатырмын. Мен жәннатта болсам, менің соседім бола ма? Менімен дәрежесі бірдей болатын соседім бола ма десе болады деген. Соны көрсем бола ма? Ол қазір тірі ма? Иә, қазір тірі, болады көруге деген. Қай жерде, осындай жерде барса кәдімгі әшейін мужик дейді, қарны шығып кеткен, ет сатады базарда. Сөйтіп мынау әшейін мужик емес пе? Тура сен сияқты айтқан ғой, мынауың қайдағы бір әшейін ет сатып жүрген, мен пайғамбармын, қанша жерде жүріп. Сөйтсе сен білмейсің дейді Құдай. Бұл әке шешесіне сондай жақсылық жасайды дейді. Азынан кешке дейін тек қана жақсы тамақтар беріп, жақсы мәміле жасап, әке шешесіне сондай дәреже жасаған үшін, мәміле жасаған үшін сенімен бірдей дәреже болады дейді жәннатта. Түсіндің ба? Ешқандай адам пайғамбардан артық емес, пайғамбардан кем емес. Өзі егерде ебін білсе. Онда жаңағы ертең анау сендер онда ақырет күнінде кімді пайғамбарлардан емес, жай адамдардан да шапағат сұрай берсеңдер болады ғой. Негізі жәннатқа кіретін адамдар 80 адамға дейін шапағатын жаудыра алады екен. Жәннатқа кіресің десеші саған, например, сенің сотың шешілді, сөйтіп сен болды, сен жәннатқа кіресің десе, саған 80 адамға шапағатын жаудыратын шапағат береді екен Құдай. Өзіңмен бірге атеистерді алып кетсем бола ма онда? Ол бірақ саған бүйтіп айтады, жүрегінде маған деген кішкене болса да сенімі бар адамдар болса, соларды алып кет дейді. Болмайды ғой. Қалай болмайды, брат? Шын ғой, тағы да тәкаппарлығына салып. Ол наоборот жақсы емес па? Сен атеист болса да алып кете аласың ғой. Кішкене болса да оның сенімі болса, сол атеистте ол 100% бар. Кішкене болса да сенім. Өйткені сенің өзіңде бұл жақта бекерден бекер отқан жоқсың ғой, бауырым. Соған сомнение болғаннан кейін талқылау, іздеу отырсың ғой. Болды әйтеуір, атеистерді алып кетуге болатын болса болды ғой. Атеист бар емес па? Сенетін болса ше Құдайға. Көп мұсылмандардан өтіп кетеді ол сенгіштігімен, білесің ба? Мен өзім талай көргем, атеист болып жүріп, Құдайға сеніп, қатты беріліп, дұрыс адам болып кеткен. Дұрыс адам. Олар ше білдірмейді ешкімге, намаз оқып жүргенін, көшеде жайып алып, оқып, сақалдарын өсіріп, мен қараңдар қатты мұсылманмын деп адамға жек көрінішті болып, показуха жасап жүрмейді олар. Түсініп отырсың ба? Имамдардың ішінде де атеисттер көп қой негізі. Ол адамның жүрегін сол Құдай біледі негізінде. Ол сырт келбеті адамның мұсылман ба көрінуі мүмкін. Бірақ ол түбінде мұсылман ба, мұсылман емес па, оның жүрегін тек қана бір Алла біледі да. Содан кейін ешқандай адам біреуге айтамайды, сен кәпірсің, сен болмағыр адамсың, сенің барар жерің тозақ деп ешкімге айтамайды. Бағанағы кімді Абдусаттар ұстаз айтады екен ғой, бағанағы бір намаз қаза қылсаң 80 мың жыл азап бар деген. 80 жыл деп айтып қойыппын, 80 мың жыл екен әуелдаш. Ойлашы. Бірақ Құдай саған мұқтаж емес та, бірақ бір намазды өткізгенің үшін 80 мың жыл азаптайды да. Ол Абдусаттар ұстазы, например, на хадисті де білу мүмкін. Бір адам 300 жыл тоқтамай ораза тұтып, тоқтамай намаз оқыған ғой, островқа қалып кеткен. Ол біздің пайғамбарымыздан келген хадис негізінде. Сөйткенде о дүниеге барған кезде оған Құдайдың өзі сол сол оқиғаны айтып жіберген. Сол оқиғаны бізге пайғамбарымыз жеткізген негізінде. Сол үшін айтқан, мен қанша пайғамбар болсам да мен жәннатқа 100% кірем деп айтамаймын, оған гарантия бере алмаймын деген. Сол 300 жыл оқыған адам, намаз оқып, ораза тұтқан адам, о дүниеде сұрайды дейді. Құдай сұраған одан, сен өзіңнің істеген амалдарыңмен кіргің келе ма жәннатқа, или менің рахымыммен кіргің келе ма жәннатқа десе, мен өзімнің амалдарыммен кірейін, мен 300 жыл оқыған деген соған сеніп қалған ғой. Сонда өзінің рахымынан көз жанарын алып қойғанда, тараздың екінші бетіне саған ғой, ананың амалдарын бір бетіне, ананың көз жанарын алып екінші бетіне салған кезде тас бар емес па? Көкті басып кеткендей болған. Сен көрдің ба Құдай қандай әділетті? Қайдағы сенің Құдайың дымда әділетті емес, өзінің уәдесінен тайып тұрды. Ол оған айтты да, маған егер амал етсеңдер, бүйтсеңдер жәннатқа кіргізем деп алдына келіп алды да, енді алдына келген кезде сөзінен тайып, мен сен енді амалыңмен кіресің бе, рахымыңмен кіресің бе деп, ананы алдап, адамды қадап тастады ғой, прикинь. Жоқ, қарасай, сен тыңдасай, соңында оны әділетті сынап тұр ғой. Жоқ, сынап тұр ғой. Тыңдасай, сынап тұр ғой оны ше, сынап тұр ғой. Ол ше өзінің Құдайға сенбей,
Құдайға сенбей өзінің амалдарына сеніп тұр ғой. Ол жерде разницаны байқадың ба? ол сонда атеист болып жүріп ораза ұстаған ба? Жоқ. Ол ше өзіне өзі уверен болған ғой. Уверен болғанда айтасыңдар да Құдай бізге осы жерде амалдарды айт істесеңдер сол үшін уәде еткен нәрсесін орындайды дейсіңдер да, и сенің хадисің кәдімгі соған Құдай уәдесінен тайып тұр да ана жерде. Жоқ, ол уәдесінен тайғандай емес, брат. Тайып тұр ғой енді, бірақ сен амалыңмен кіресің бе деген әңгіме айта ма? Намазды не үшін жіберілгенін білесің ба сен? Жоқ, қарашы, мен саған тағы бір мысал айтамын да. Bir адам ақша үшін, зарплат үшін жұмыс істейді да, таңнан кешке дем алмай күні түні жұмыс істейді, барып бастығынан айлық алайын десе, айлығын ақшаны бастығы көрсетіп тұрады да. Сен мынаны ақшаны менің қалауыммен аласың ба, жоқ еңбегің аласың ба дейді. Ана топпаса еңбегім үшін алам деп айтады ғой ашынған адам. Жоқ, менің қалауыммен аласың десе, қарасай, қандай Құдайға сенесіңдер еді? жоқ, например, Құдайға ұнамайды екен, мынандай сен қорыққаныңнан амал жоқтан намаз оқып мұсылман болғаның ұнамайды екен Құдайға. Өзіңнің қалауыңмен шындап келген ниетің болмаса, қорыққаныңнан ойбай мені азаптамаш, ойбай мені тозаққа жібермеш, болыпты намаз оқимын деп қорыққаныңнан чорт сияқты істеген амалдарың керек емес екен Құдайға. Шындап махаббатыңмен өзіңнің қалауыңмен келген. Енді сен осы әңгімені бүкіл мұсылмандарға айту керек, та осы әңгімені. Өйткені кіріп алады да маған айтады да, сен деген ертең сенбей жүрсің, о дүние жоқ болса, онда Абу Ханифаға да осы әңгімені айт сен. Абу Ханифаға да айтыңдар осы әңгімені. Өйткені бар ғой Абу Ханифа атеистпен сөйлескен кезде айтыпты, егер біз сенеміз Аллахқа, бірақ ертең ештеңе болмай қалса, біз ештеңе жоғалтпаймыз. Болып қалса, біз ұтамыз деген расчетпен жүргендер бар да. Оны сен даже Абу Ханифаның айтты деген әңгімелер бар. Оларға оны да жеткіз сен осыны. Дұрыс емес. Қара бауырым, мен мұсылман болып ше, мен ондай мұсылман емеспін, андай біреулердің шынын айтайын, андай бүйтіп хадис бір бәле, анандай араб былай айтыпты, ана ибн бір бәле, сибр әл-Джафар бір бәле деген нәрселерге вообще басым қатырғым келмейді. Мен короче конкретно ғой, жоқ адасу емес, мен адасқан жоқпын. Жоқ, мен Құранда конкретно айтылып тұр. Сен менен сұра деп тұр Құдай. Мен сені өзім тура жолға саладым. Мен емес пе сенің Құдайың деп тұр. Керек нәрсені аспан мен жердің. Онда ахли суннадан емессің сен. Қара, ахли сунна бір бәледе қуып кететін болсаң, сен ағымдарға кетіп қаласың. Онда сен болсаң, ішінде түсінем дегенше сенің миың ашып кетеді. И содан кейін осындай фитналар шығып жатыр ғой, сен мен сияқты ортада талқылап, Құдай жоқ, анау біреулер жаңағы сендердің құдайларың дұрыс емес, анау дұрыс емес деген әңгіме көбейіп кетеді да ше, өйтіп оны талқылайтын болсаң ше. Сен онда адасушылардың қатарынан боласың. Оны сен айта алмайды екенсің маған. Өйткені сен, мысалы, сен пайғамбарды көрген адам емессің, Құранды түсінетін адам емессің. Құранды көрген адаммын мен зато. Құранды білмейсің ғой, саған қате жеткізіп жатқан шығар оны. Жоқ, мен Құранды қате жеткізуен мен о жағын келсем, қате переводталуы мүмкін. Шындап келгені арабша емес па? Мен Құранды арабша оқымаймын ба? Арабша оқысаң да сен оның историясын бәрін қарауың керек қой, біреулерге сүйен. Қайтем мен оның историясын? Сол Құранды оқы, мен сендерге Құранды бақытсыз болу үшін жіберген жоқпын деп қойған Құранда. Соны оқысам болды емес па? Онда сен біттің ғой. Қалай бітем мен? Енді соғыс кезінде түскен аяттарды да сен соғыс кезінде түскенін білмесең, қазір барып қырасың ба кәпірлерді? Менше ислам дінін бар емес па? Біреуге жәбір келтіреді үшін екен деген бір намегін көрген жоқпын Құранда. Бақара сүресіндегі аяттарды оқымадың ба? Ол кездегі оқиғаларға қатысты болған, бірақ қызым саған айтам, келдім сен мен тыңда деген әңгімелер. Оқиғалар туралы ештеңе білмесең қалай айтасың? Ол мынандай әңгімелер ғой, соғыста болып жатқандар әңгіме. Қызым саған айтам, келдім сен мен тыңда деген әңгімелер ішінде Құранның. Ол өтіп кеткен заман, бірақ қазіргі заманға сәйкес келетін кейбір сұрақтарға жауап болып сәйкес келетін заттар. Қазір соғыс жоқ. Мұсылман адам деген кім деген кезде өзінің тілімен, өзінің іс-әрекетімен біреуге жәбір келтірмейтін адам мұсылман. Енді осы хадисті саған жеткізген кімдер? Осы хадисті ма? Осы хадисті жеткізген пайғамбарымыз. Пайғамбарыңнан тысқа, пайғамбар сөйтіп айтыпты деп оны жинап берген саған мұхаддистер емес пе?
Иә, мен бірақ оны кітаптан алған жоқпын ғой, ауызбен ауызбен естігендер ғой. Ол мен жүрегім рас екенін қабылдайды. Ауыз бай ауыз еститіндей не, сен мына жерде тікелей сол сахабалардың ұрпақтарымен араласасың ба не? Біздің сахабалар келген ғой Қазақстанға дін таратуға. Қой, ол өтірік ол. Ол біздің қазаққа айтқан, біздің қазақта ата бабамыз ауызбен ауыз өз ұрпақтарына тәрбие берген кезде жеткізіп Ой, отқан ғой. өтірік оның. Қалай өтірік? Сенің ата бабаң өйтпесе, біздің ата бабамыз сөйтіп келген. Өтірік оның әңгіменің бәрі. Кім айтты оны саған өтірік екенін? Мен айтып тұрмын ғой, сен өзің біліп тұрсың ғой шын екенін. Ол мен қақталамын басқа. Мен саған шын айтамын, мен осы нәрсені ладно, ата бабаларының нелеріне сенеді екенсің. Сопылардың қиссаларына сенесің бе? Сопылар деген кім? Сопылар деген сол жаңағы қожалардан дінді алып келатқан адамдар ғой, суфизм. Мен ондай нәрсеге бармаймын. Мен айтып отырмын ғой, мен дінді бұрмаламаймын. Дінді тек қана Құдай бар деп білем. Бәр нәрседе Құдай бар екенін білем. Енді біреу жеткізбесе сен қаяқтан білесің, еще ешкімге сенбеймін дейсің, біреулер арқылы алып отырсың информацияның бәрін. Мен Құраннан алып отырмын ғой. Құранда Құранды да саған жинап, Құранды да пайғамбардың кезінде жазған жоқ, пайғамбар өлгеннен кейін жазып жинап берді емес пе адамдар? Иә. Енді сен оларға сенбеймін деп отырсың ғой еще. Мен Құранды жинап берді, Құранға сенемін деп отырмын ғой. Хадис, анандай хадис бар екен, мынандай нәрсе бар екен, мынандай, например, арабтың салт дәстүрі бүйтіпті, ол мынандай өмірінде мынандай оқиға болыпты деген нәрсемен миымды ашытып қайтемін деп отырмын мен. Ол оған қуат болсаң сен ағымдарға кетіп қаласың. Миыңды ашытпасаң болмайды ғой, сен қалай дейсің? Жоқ, қарасай, сөйтіп істейміз деп бөлініп тастаған жоқ па? Мұсылман діні 40 ағымға бөлініп кеткен жоқ па қазір? Сол ағымға бөлінген адамдар, хамбалдар бар, масхабтарға бөлініп кетті. Например, не үшін бөлінеді ондай кезде? Біздің пайғамбарымыз кезінде. Сен сеніп отырсың ғой, енді соны жинап берген адамдардың бәрі соны бөлген адамдар емес пе? Мен біздің пайғамбарымыз кезде қалай сенсем, мен тура солай сенемін. Енді оны қалай сенгенін сен қаяқтан білесің, саған нелер ғалымдар жеткізбесе? Құдайдан білемін ғой, Құдай Құран арқылы жеткізіп тұр ғой. Кутси хадистер де бар. Вот кутси хадиске сенемін. Өйткені кутси хадистердің конкретно айтқандары жесткий шындықтар. Ол хадисте де саған жеткізген біреулер емес па? Ой, қыласың. Жеткізген, иә, бар адамдар. Бірақ мен қайтемін ол кім жеткізді, аты кім? Ол вообще қызық емес екен маған. Не айтқаны қызық маған. Не айтты? Мен жүрегім өзі шешеді, осы шындық па, өтірік па? Шындық болса, мен жүрегім қабылдайды, осы шындық ау деп. Шындық екен. Оны маған жүрегімді ашып берген Құдай. Өйткені мен Құдайдан сұрамасам, ол жүрегімді ашпайтын еді. Түсініп отырсың ба? Связь-да? Ладно. Осы логикаға. Ладно. Все, давайте, мен кеттім. Кейін жолығамыз, аман болыңдар. Сол Иснат ештеңені мойындамайды екен ғой.